Қазақтардың жылқы малына деген сүйіспеншілігі атақты тұлғалардың аттарының есімдерінің бүгінге дейін ұмытылмауында. Қобыланды батырдың мінген аты Тайбұрыл, Алпамыс батырдың аты Байшұбар, Ертөстіктің мінгені Шалқұйрық, Уәлиханның атының есімі Көксырғанақ, Батыр Исатай Тайманұлының аты Ақтабан, Ақан Серінің аты Құлагер, ақын Ильяс Жансүгірұлының мінген аты Керғұла, ақын әрі әнші Кенен Әзірбайұлы өзінің алғашқы атына Көкшолақ деген есім бергені белгілі, және бұл тізімнің ұшы қиыры жоқ деуге болады. Қазақ ұлтының тұрмысының қай жағы болмасын, жылқы малынсыз елестету мүмкін емес. Қазақтың байырғыдан келе жатқан өмір бар жерде өлім бар деген сөзі бар. Марқұмды жер қойнына тапсыру бірнеше салттан тұрады. Естірту, дене жуу, жоқтау, ту тігу, жыртыс тарату, тоқтау айту, жерлеу, көңіл айту, жетісін өткізу, қырқын беру, ас беру және басқалар. Осындай салттардың бірі ат тұлдау. Қайтыс болған адамды соңғы сапарына шығарып салуда ат тұлдау ерекше салт. Оның мағынасы қандай? Ғалым Шайзада Тоқтабаеваның баяндауынша, киіз үйдің есігінің алдына марқұмның жақсы көретін аты байланады. Қасына тағы да бірнеше атты қосатын. Содан қайтыс болған адамның жасы егде тартқан туысы атқа иесіз жетім қалдың сияқты сөздерді айта отырып, аттың кекілі мен құйрығын қысқайтып кесетін. Кекілін жоғары қаратып, тігетіп, үкі сияқты байлайтын. Бұл өзгеріс жануардық тұлданғанын, енді марқұмның асына сойылатынын білдірген. Бұндай ат жыл бойы бос жайылатын. Көш жүргенде тұлданған атқа иесінің ер тоқымы жабылып, ердің басына тымағын теріс кигізетін болған. Тұл атты ешкім ұрламайтын. Себебі қазақ сенімі бойынша олай болған күнде ұрының жанұясының бір адамы қайтыс болады екен. Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясында ат тұлдау салты жақсы суреттелген. Байдалы қараны тігіп, барлық жиылып тұрған жанкүйер жақындармен бата қылған кезде, сол үйдің екі жақ босағасына екі ат жетектеліп келді. Бір доға жал семіз күрең ат, екіншісі дом боп жарап қалған, сартап болған сұлу қара көк ат. Күрең ат бөжейдің қыс мінетін аты. Қара көкті осы жаз басынан байлап жүреді. Бөжейдей азаматтарының ыстық көзіндей болған екі серік аты келгенде, барлық үлкендердің өздерді еңіреп жіберді. Біреулер таяғына сүйеніп, бірнеше кәрілер жер тіреп жыласып, арысымай, арыстаным бауырмай десіп күңіреніп еді. Өзгеден бұрын бойын жинап алған тағы Байдалы болды. Ол әуелі оң жақ босағада тұрған күрең атқа кеп, жануар-ай, ең кетіп, тұлғалдың ғой сен бейбақ деп жақындап келді де күрең аттың кекілін шорт кесті. Содан құйрығынан алып, уыстап тұрып дәл тірсегінен төмен жоғары келтіре, қалың құйрығында борт-борт кесіп алды. Қаракөк атқа да соны істеп, тұлданған екі атты барлық осы өңірдің өзге жылқысынан бөлек түске кіргізіп қоя берді. Қара тіккен жерде ас берудің серті айтылды. Мынау тұлданған екі ат келесі жылға шейін мінілмейді. Қол тимей семіріп барып, жыласқан соң иесінің астына сойылады. Байдалы екі аттың артынан қарап тұрып, қара көктің жал құйрығы қара ғой, қаралат осы болсын. Көшкенде ерімнің қаралы ер тұрман осыған ерттелсін, тұлдаған киімдер осыған жабылсын деді ол. Бұл сөзі байлау еді. Марқұмның асы өткен соң, аттың бас сүйегі найзаның ұшына көтеріліп, марқұмның жатқан жерінің бас жағына орнатылатын. Бұлай етілуінің себебі ат иесінің о дүниеде де сенімді жолдасы болсын деген сенімнен туындаған үрдіс.